Бұл сериал шынайы өмірде болған оқиға. Жайбарақат үйінде жатқан адамға арнайы жасақ күтпеген жерден үйіне баса көктеп кіреді. Оның үлкен бір себебі бар болатын. Үйді тінту барысында көптеген нәрселер анықталады. Арнайы жасақ жүк көлігіне толы тыйым салынған тауарларды тапты. Тіпті автоматты винтовкалар да табылады. Сөйтіп Джек дереу түрмеге қамалады. Оның әкесі тәжірибелі детектив болатын. Сол кеңес береді: сенің шығатын амалың жоқ, кінәңді мойында. Сол кезде тек 2 жыл ғана түрмеге отырасың дейді. Сөйтіп Джек сотта кінәсін мойындайды. Судья қылмыстың ауырлығына қарамастан кінәні мойындағаны үшін ең аз жазаны тағайындайды. Бірақ ең аз жазаның өзі 10 жыл болатын. Осылайша атышулы футбол жұлдызы өзінің жастық шағын түрмеде өткізбек болатын. Ол түрмеде өзінің көшбасшылық қасиетін пайдалана отырып, біртіндеп түрменің бастығы болып алады. Тіпті басқа тұтқындарға күнделікті шағын журналдарды жалға беріп, шағын бір бизнес жасап отыр. Көп ақша табады. Бірақ оның барлық ұсақ әрекеттерін полиция үнемі бақылап отыратын. Олардың оны әшкерелемеген себебі Джекке арнайы тапсырма бергілері келген. Джули оны тауып, Джекке ең қорқынышты Филд түрмесіне барып, жауыз өлтірушіге жақындап, кішкентай қыздардың денесі қай жерде жерленгенін біліп ал дейді. Егер осы іс сәтті болса, Джекті дереу түрмеден босатамыз деп айтады. Бірақ Джек күліп жібереді: ол жерге барып псих маньяктармен бірге отырғанша мен осы жерде түрмемде жайбарақат отыра бермеймін ба дейді. Сөйтіп Джек бұл ұсыныстан үзілді кесілді бас тартады. Джули оған материалдарды беріп, тағы да бір ойланып көруін сұрайды. Бірақ сол күні оның анасы келіп, Джекке оның әкесінің ауруына байланысты оны енді мүлдем көре алмайтынын айтады. Себебі оның әкесі өлім аузында. Сөйтіп Джек өзінің пікірін өзгертеді. Түнде ол сол бағанағы маньяктың файлдарын ашып, соның өмірімен танысады. Бұл шынайы оқиғаға негізделген сериал.